Құрметті менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге үй жағдайында жасалатын пиццаның оңай әрі тез жасалатын түрін көрсетпекшімін. Ол үшін менің видеомның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Егер де менің каналым ұнап жатса, маған тіркелуді, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. 300 грамм жылы су, 100 грамм сұйық май, 1 шай қасық тұз, 2 қасық қант, 1 чайный ложка дрожж салып араластырамыз. Араластырған сұйықтыққа біз ұн салып, жұмсақ қамыр иіліп шығамыз. Иілген қамырымыз жұмсақ болу керек, оны көтерілгенше тындырып қоямыз. Тындырылған қамырымызды осылайша домалақтап, тапамызға салып дөңгелек етіп жаямыз. Не осылай етіп жайып аламыз да қамырдың үстіне майонезбен кетчупты араластырып қамырымызға жағып аламыз. Тегіс жағып болған соң колбасаларымызды үстіне жайғастырамыз. Келесі колбасаның үстіне помидорымызды жайғастырып шығамыз. Жайғастырып болған соң пиццамызды тындырып 180-200 градуста духовкамызға салып пісіріп шығарамыз. Оның үстіне тағы да сырымызды теркадан өткізіп, үстіне сеуіп 2-3 минутқа духовкада қойып аламыз. Пиццамыз дайын болды. Өте жұмсақ, керемет пицца болып шықты. Сіздерге де осындай кеңес берер едім. Осындай пицца жасап көрулеріңізге. Достар, егер де біздің канал ұнап жатса, бізге тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен каналымда құпия рецепттермен, оңай және тез жасалатын тағамдармен бөлісетін боламын.